Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз 7-ші сынып бойынша be going to questions present continuous for future arrangements тақырыбын өтетін боламыз. At page 97, 97-ші беттегі. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Жалпы be going to деген құрылым present continuous, present continuous дегеніміз созылыңқы, осы шақ. Енді бұл жерде біздерге present continuous for future arrangements, созылыңқы осы шақ, келер шақ мағынасында деген, негізі өзіміз білетіндей present continuous созылыңқы осы шақ дегеніміз, дәл осы сәтте болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. For example, мысалы, мен қазір сөйлеп жатырмын, сендер оқып жатырсыңдар деген сияқты, созылыңқы осы шақ дегеніміз. Енді мына жерде сіздерге жалпылама мынадай мысал көрсетейін. I'm meeting with my boss later today. Мен бүгін кешірек бастығыммен кездесіп жатырмын дейді, Мына жерде мен сарымен белгілеп қойған сөйлемім, ол present continuous, созылыңқы осы шақ. Ал енді түгел сөйлем present continuous for future arrangements, созылыңқы осы шақ, келер шақ мағынасында, мен бүгін кешірек бастығыммен кездесіп жатырмын деп тұр. Мына жерде later today дегеніміз ол сілтеме сөз, мысалы, осы сілтеме қосымша сөзбенен біз present continuous for future arrangements жасап отырмыз. Олай болса, тапсырмамызға өтейік. Exercise 1 completes the question for the interviews on page 72 with the words in the box. Мына жерде қорапшаның ішіндегі сөздерді мағынасына қарай қойып шығыңыздар деген, Exercise 1. What are you going to do next season? Second, where are you going to go? Third, are you going to be one of the skiing instructors? Fourth, is he going to be a big star? Yes, he is. Fifth, how are you going to spend the prize money? Exercise 6. Exercise 2. Order the words to make questions. Сұрақтарды мағынасына қарай дұрыс сұрақ жасаңыздар деген, мына жерде. Енді мына жерге қарайық, мағынасына қарай дұрыс сұрақ жасаған. Are you going to play tennis later? Сен теннисті кейінірек ойнайсың ба дейді. Are you and your friends going to join any teams next year? Сіз және сіздің достарыңыз келесі жылы басқа командаға, болмаса кез келген командаға қосыла аласыздар ма дейді. Third, are you going to go to any tournaments this year? Биылғы жылғы қандай да бір турнирге бара аласың ба деген. Is your friends going to go cycling this weekend? Осы демалыс күндері достарыңызбен бірге велосипед тебуге барасың ба деген. Fifth, what sport are you going to play next week? Келесі аптада қандай спорт түрімен айналысасың деген сұрақ екен. Exercise 3. Үшінші жаттығуда work in pairs, ask and answer the questions in exercise 2. Бұл жерде екінші жаттығудағы сұрақтарды реттеп сұрақ қойғаннан кейін өздеріңіз жұптарыңызбен бірге жауап жасаңыздар дейді. Осыған өздеріңізге жауап жасайсыздар, яғни. Next. Language point, present continuous for future arrangements. Жаңа сіздерге көрсетіп кеттім. Созылыңқы осы шақ, келер шақ мағынасында деп бір мысал көрсеттім, сіздерге. Арғарай, 4-ші жаттығу. Exercise for study mini dialogues A, B, then match them with rules 1, 2. Мысалы біздерге не дейді? Шағын диалогтарды оқыңыздар дейді. A-дағы, B-дағы, Сосын бірінші, екінші ережелермен сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші, екінші ереже дегеніміз мына жердегі. We can use the present continuous when we talk about arrangements in the future. We often use a time expression when we talk about future arrangements. Біз болашақтағы келісімдер туралы сөйлескенде, қазіргі үздіксіз пайдалана аламыз дейді, қазіргі уақытты пайдалана аламыз. Біз болашақ келісімдер туралы сөйлескенде уақыт өрнегін жиі қолданамыз деген біріншісі.
Second, we also use the present continuous when we talk about action in progress. Орындалып жатқан іс-әрекеттер туралы сөйлескенде біз қазіргі үздіксіздікті де пайдалана аламыз деген, иә. Енді бұл жерде have you got any plans for the weekend? Yes, I'm meeting my friend on Sunday. Are you meeting her in the game? No, we're meeting in the park. Демалыс күндерін жоспарларыңыз бар ма дейді, демалыс күндеріне арналған. Иә, мен досыммен жексенбіде кездесемін дейді. Одан кейін сіз онымен жаттығу залында кездестіңіз бе дейді. Жоқ, біз саябақта кездестік деген, иә. Бұл жерде A бір болады екен. Бірінші ереженің біріншісіне жатады екен. B. Hi, what are you doing? I'm watching a match on TV at the moment. Сәлем, сен не істеп жатырсың дейді. Мен қазір теледидардан матч көріп жатырмын дейді. Так, B екінші болады екен. Next. Exercise 5. Бесінші жаттығу бойынша. Бесінші жаттығу бойынша. Study the sentence, then write action in progress or future arrangements. Так, бұл жерде сөйлемдерді оқыңыз дейді, содан кейін орындалып жатқан іс-әрекетті немесе болашақ туралы айтылып жатқан іс-әрекетті екеуін мағынасына қарай жазыңыз деген, иә. Мысалы, мына жерде көрсетіп қойған. When are you going to the cinema? Кинотеатрға қашан барасың дейді. Бұл болашақта болатын іс-әрекетті айтып жатыр, иә, future arrangements. Екінші, hi, are you waiting here for Steven? Сәлем, Стивенді осында күтіп тұрасың ба дейді. Бұл осында күтіп тұрсың ба деген. Бұл орындалып жатырған, болып жатырған іс-әрекет. Action in progress дегеніміз. Так, енді where are you having dinner tonight? Бүгін кешкі асты қайда ішесіз деген, иә. Бұл бірінші сөйлемде және үшінші сөйлемде future arrangements болады екен. Future arrangements дегеніміз жаңағы айттым, не дедім? Алдағы уақыттағы болатын іс-әрекетте. 1 мен 3-ті айтып жүрейін. I'm meeting Tom on Sunday morning. Мен Томмен жексенбі күні таңертең кездесемін дейді. Бірінші сөйлемде бүгін кешкі асты қайда ішесіз деген, иә. Екінші сөйлем, sorry, are you talking to me? Кешіріңіз, мен сіз менімен сөйлесіп жатырсыз ба дейді. Бұл action progress, иә, яғни бұл қазіргі болып жатырған оқиғаны сипаттайды екен бұл сөйлем. Exercise 6. Complete the mini dialogues using the present continuous form of the verbs in the box. Алтыншы сөйлемде қорапшадағы етістіктерді пайдаланып, шағын диалогтарды аяқтаңыз деген, иә? Шағын диалогтарды аяқтаңыз. Олай болса, сөйлемді қарайық. Олай болса, what's happening on Monday afternoon? We are practicing for the running race. Дүйсенбі күні түстен кейін не болып жатыр дейді, иә? Біздерде бүгін жүгіруден жарыс болып жатыр дейді. Second, have you got any plans for the summer holidays? Жазғы жоспарларыңыз бар ма? Дейді. Әртүрлі жазғы демалысқа арналған жоспарларыңыз бар ма деген, иә? Yes, we are cycling across France on our bikes дейді, иә? Біздің Францияда велосипедпен жүретін жарысқа барамыз дейді. Third, what are you up to at the weekend? I am visiting my cousins in Paris. Демалыс күндері не істейтін едіңдер дейді, иә? Мен Париждегі немере ағаларыма барамын дейді. Fourth, are you doing anything on Saturday? Yes, I'm swimming in the tournament at the local pool. Сенбі күндері бір нәрсе болады ма дейді. Иә, менің жергілікті турнирімнен жарыс болады екен. Жүзуден, иә. Do you want to come to the cafe? I can't. I'm watching my dad play rugby.
ертең кафеге келесіз бе дейді. Мен бара алмаймын. Манағыдай регби ойнаймын дейді. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, видеоға лайк басыңыздар, комментарияға пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.